бастау керек. Ё-моё, мына 30 күндік видеоларды қарап шаршап кеттік қой. Өзім бастап көрсем қалай болады екен. Қой, көтімді мына креслодан көтерейін мен. Білем, бірақ мен 30 күн істесем тастап кетемін ғой. Мен бір апталық флешпін ғой. Кеттік онда бастайық бір аптаға. Понеслись, ничего особенного, мы просто упали на пол полностью каждого. Если у тебя есть пол, ставь лайк. Если у тебя есть пол, ставь лайк. Өзім жаңа максимально 34 дедім, сол 34 стиліңе байланысты осындай график құрдым. Каждый день бірінші болып 34 рет максимум істеймін, содан кейін әртүрлі числоларды істеймін. И сөйтіп каждый күн 340 отжимания жауатын боламын. Міне осындай қылып құрдым. Енді қисық сыздым, мән бермейміз. Ал енді біз челленджімізді бастайық. Understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Енді бүгін бірінші күн енді көбінесе мотивациямен бүйтіп бастайсың да, сондықтан особо мышцадағы нагрузканы, ауырлықты сезбейсің, бірақ сонда да бір более-менее істеп шығатын күннің бірі. Музыка қосып, мотивационный заттар тыңдап бірінші күнде әйтеуір өткізуге болады. Ал енді екінші күн Кстати, родной, артта тұрған беспорядкқа мән бермей қойшы, пожалуйста. Студент болғансың, сондай болады. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fake now. Иә деп ары қарай жалғастырамыз достар. Енді бүгін екінші күннің кешке қарай уже қар жауып кеткен болатын Алматы қаласында, сондықтан қардың астында әдемілеп отжимание жасағанға не жетсін дедім де далаға шығып қардың астында отжимание жасадым. Және де достар, бұл атмосфера өзгеше болғандықтан екінші күн вообще ауырған ештеңе болды сезген жоқ. Мына атмосфераны көргендіктен қарды джингл бэнгс анау мынауды ойлап вообще мышцадағы болды вообще ұмытып кеткенсің ғой. Әдемі шығып площадкаде отжиманиямды жалғастырдым. Және де кішкене боксировать етіп өте қатайған соң, короче, боксқа қатысқан есіңе түсіп кеткен осы кезде. Достар, енді бүгін үшінші күн, және үшінші күн менде самый ең қиын болайын деп тұр. Себебі бүгінгі күні мен кәдімгідей иық грудтарым барлығы ауырып жатыр. Странно, екінші күн вообще ауырмады да, бүгін үшінші күн кәдімгідей ауырып жатыр. Достар, енді бірақ біз тренировкамызды ары қарай ауырса да жалғастыруымызға тура келеді. Достар, енді үшінші күні обычный отжиманиялардан ішім пысып, әртүрлі отжиманияларды көрейін дедім, қызыққа істеп көрейін дедім, және де көп нәрсе қолымнан келмеген сияқты. Одан кейін ойладым, достар, мен өзім недавно көрсеткен видеом бар, отжиманияға арналған лайфхактар грудты үлкейтуге. Сол отжиманияларды өзім қайталайын дедім. Өзім көрсеткен отжиманияларды өзім жасап жатырмын. Орындықтан сөйледім ғой, осылай төмен істеп. Кстати, осы отжимания, достар, ең қиын отжимания. Өздеріңіз істеп көріңіздер, үй жағдайында оңай. Тек сіздерге пол қажет. Және де бір қолмен жырбыңдап істеп көрейін деп шештім. И достар, по идее нормально шыққан сияқты, қараңыздар. Shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm... Төртінші күн, достар, төртінші күн бұл кезде вообще ауырлық ештеңе сезілмейді, уже для себя, для кайфа. Бір ана отжиманияны бітіргеннен кейін ощущениядағы кайф үшін істеп кеттім, достар, бұл кезде. Еще бұл күні, достар, далада әдемі қар болған болса, үшінші күн енді осы күні жаңбыр жауып, кәдімгідей даланың бәрі былшыт болып кетті. Сосын, достар, мен досыма айтып, досымды алып шығып, оператор қылғызып, сіздер үшін тағы да бір контент жасайын деп жаңбыр астында бір отжимания жасап жүрген болатын.
Достар, енді челлендждің 5-ші күнінен бастап 6-ші күндері ол кездерде универде сабақтар болды, және де мен универде де өзімнің отжиманияларымды жалғастырдым, және де достарымнан сұрап осылай түсіріп, осылай жасадым. Және де универден кешке қарай келіп, дальше отжиманияларды батыс ете бердім, чтобы отжимания жабу керек, 15 подход. Универде 15 подход жаба алмайсың. Сондықтан кешке сағат 7-ге келіп, үйде отжиманияларды жалғастырған болатын. Достар, бұл өте қиын, бірақ бұл дисциплинаны талап етеді, және де осындай кезде, осындай челлендждерде достар, біздің дисциплинамыз максимально шынығады деп ойлаймын. Ал бұл достар 15 отжимания біткеннен, 15 подходқа отжимания біткеннен өзімді максимально давить етуге арналған медленный отжимания, максимально өзімді құлағанша состояние жеткізейін деп осылай до конца өзімді құлатқанша отжимания жасадым. Достар, енді сіздерде осындай челлендж бастап өз тастап кеткіңіз келіп жатса, бір нәрсені ұмытпаңыздар. Дисциплинаның болі временно, ал сожалениенің болі навсегда. Достар, енді бұл 6-ші күн, 6-ші күнде таң атпай ертеден тұрдым, себебі бүгін универге бару керек болды таңертең, сондықтан мен таң атпай ертеден бір-екі подход жауып тастайын дедім да, таңертең мен осылай ертеден тұрып бастадым. Свет өшіктір, себебі достар, мен жалғыз өзім тұрмаймын, және де студенттер бар басында. Ал енді мына жерде универде тағы да бір-екі подход жабайын дедім, содан кейін үйге келіп достар тағы да отжиманиямды жалғастырған болатын. Достар, сіздерге айтарым достар, бастасаңыздар до конца аяғынан жеткізу керек. Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Ауа райына қарамай, универге қарамай, сабаққа қарамай, таңертең кеште комнатамда, далада, қарда, жаңбырдың астында сабақтармен барлығын араластырып, кеш болса да өзімді максимально қардың астында добивать еткен челлендж. Енді бұл челленджден қандай өзгеріс, қандай результат шықты? Қазір біз результатқа өтетін боламыз. Что там, Баке, қалайсыз? Нормально. Достар, енді көріп тұрған шығарсыздар результат деген. Айбай болып тұрған нәрсе. Өзімді супермен сезініп тұрған соң, короче. Так, хима. Достар, енді осымен біздің челлендж аяқталады. Челлендж ұнады деген ойдамын, көріп тұрғандарыңызға грудым как минимум 4 сантиметр өсіп кеткен сияқты сезініп тұрмын өзім. Кәдімгі өзім мықты сезініп тұрмын. Ал сіздерге челлендж ұнады деген ойдамын. Бұл челленджді сіздерге де жолдаймын. Давайте! Досым, білесің ғой, челлендж біткен соң бұны тастап кетудің қажеті жоқ. Спортпен регулярно айналысу керек. Каждый день күнде отжимания жасауды ұмытпаймыз. Себебі результат күнде жасаған адамға келеді. Сондықтан отжимания ешқашан тастамаймыз. Бұны кәдімгі күндегі тамақ жеу сияқты привычкаға айналдырамыз. Так, енді бұл видео достар менің тренировканы бітіргеннен кейін, челленджді бітіргеннен кейінгі демалған түрім, горельникке барып тау арасындағы бассейнге шомылған түрім.